Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі 1-ші сынып 95-ші сабақ заттың санын білдіретін сөздер. 1-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. 3 бала. Бір ауылда 3 бала, олар құрдас 3 жаста. Бірақ олардың қылықтары 3 басқа. Біріншісі шыңқ етпе, тиіп кетсең жылайды. Екіншісі бір қыңыр, ақыл айтсаң тулайды. Үшіншісі елгезек, бәрімізге ұнайды. Өлеңнің авторы Нұрхан Жанаев. Ал енді осы өлең бойынша сұрақтарға жауап беріп, тапсырмаларды орындап көрейік. Өлеңде не туралы айтылған дейді? Өлеңде баланың қылықтары туралы айтылған. Өлеңдегі балалар туралы өз ойыңды айт. 3 баланың үшеуінің де қылықтары әртүрлі екенін айтып тұр. Бірінші баланың мінезінің шыңқ етпе, жылау екенін айтып тұр. Ал екінші баланың мінезінің қыңыр екенін айтып тұр, қылығының. Ал үшінші баланың елгезек екенін айтып тұр. Яғни 3 түрлі қылық, 3 түрлі мінез. Балалар осының ішіндегі ең жақсысы бұл елгезектік. Екінші жаттығу мақалды көркем жаз. Бірінші байлық, денсаулық. Нешінші сұрағына жауап беретін сөзді тап. Балалар бұл жерде нешінші сұрағына жауап беріп тұрған сөз бірінші деген сөз, яғни нешінші? Бірінші. Үшінші жаттығу көп нүктенің орнына суреттерді қойып, сұрақтарға жауап бер. Мағжанда қанша асық бар? Суретте 3 асық тұр. Демек, Мағжанда 3 асық бар. Тауықтың неше балапаны бар? Суретте 4 балапан бар. Демек, тауықтың 4 балапаны бар. Торда неше тотық құс отыр? Торда 1 тотық құс отыр. Ал балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Бұл сабақ сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоға лайк басып, және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңдар. Сол кезде алдағы сабақтарды бірден оңай тауып алатын боласыңдар. Назарларыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендерге тек сабақта 5-тік баға алуларыңа тілектеспін.